Assalamu alaikum, hurmatli telesерчилер. Bugun iyulning 11 efirde haberler vaqti. Studiyada men Alime Kaybulayeva çalışam. Пешімдікі saatqa boyli malumatnen tanış etemiz. Кезлев сакиллері яңы квартираларны әлде еттілер. Мескенде яшайшы үшін насыл шарайтлер яратылды. Бу ерден сайыплерінің тей сұратлары. Ақмежитнің меркези базары яңы суфатқа чевірілмекте. Бу ерде да не қадар тамир ішлері қалды. Яңы Симферополь авалиман терминалының құржылық ішлеріне Русия Федерация нақлия Назира Максим Соколов зәрет етті. Назир Лейханың миқиясына дыққат айырды. 100-ден 100 балл екені девлет имтияны бойынша бойлы нәтиже. Алия Меметова оз білгілеріні бойлы севиеде көстерді. Бу ведигер малюмат ақында бізім яйнымызда сейір етіңіз. Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов Қырым Жұмхуриетінің мемары Анна Цареваның іштен бошатылуына қимет кесті. Хатırlatамыз, Царева ариза язып шақси істекінен іштен бошатылды. Озне бетінде Сергей Аксенов мемарының ішінде кабинет услюбына қайдетіп, бұ алны іштен бошатылуынен бағлады. Қырым Жұмхуриетінің башы шер құрычылығы сасында тезлік керек деді. Инсан әр вақыт вазиет ақта хабердар олып, қысқа вақыт девамында вазиет бойынша қимет кесмек керек. Всем товарищам, которые приезжают у нас работать с материка, им сложно, они не знают местной обстановки, они в принципе не знают местность. Привыкают люди работать как вот в кабинете, то есть когда там надо перекладывать бумаги, там чего-то рисовать, включать там воображение. Может быть, и такая работа нужна. А сегодня в Крыму нужна полевая работа, это общение с людьми, знание проблем на местности и предложение по решению вопросов. Достаточно быстро, нестандартно, в каждом конкретном случае. Вот и все. А просто кабинетные работники, я при всем огромном уважении, мне сегодня не нужны. Судақ Девлет Шурасының невбетен тыш сессиясында мебуслар шер мемуриетінің башы вазифесіні вақтынша эдайтыжек Эмир Сали Аблялимовны тайын еттілер. Ой евел Судақ шер мемуриет башының муавины еді. Бұақта шер округының ресми сайтында хабер етіле. Сессия кетішатында мебуслар Судақ шер мемуриет башы Владимир Серовның истифасыны қабыл еттілер. Енді Қырым Назирлік Шурасы рейсінің муавины олajak. Симферополь адлы халқара ава лиманның яңы терминалы құрылжылық мейданны Русия Федерация нақлия Назира Максим Соколов зәрет етті. Зәрет кетшатында Назир Лейханың амелге кечірлігінен таныш olды. Аэровокзалның одаларыны ве комплексның ичкі ішлер башланған қысымларыны бақып шықты. Назирның сөзлеріне көре құрылжылығы 30 миллиард рублені тешкіл еткен яны аэровокзал комплексі 2018 сене март айында ось ішіні башлайжақ. Демек туристлер ве келген мұсафірлер енді келечек яз мевсімінде яны ава лиманның мемарчылығына ве әрекетіне қимет кесе білежеклер. Оның бірінші қысымларыны Русия нақлия Назиры Максим Соколов ве Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов сына бақтылар. Олар ичкі биналарда енді ось ішіні башлаған экскалаторларда үшінші қатқа көтерілділер. Эмде Максим Соколов қайд етті ки, яны терминалда yolcularının қызмет етіп кейфиеті әрекет еткен ава лиманында фарқлы olajak. Бу вазиет бүтінлі Қырым пайтақтына инсан ташымасының иқтисадиетіні ве yolcularının онайтлығыны денештірежек. Мы видим, что качество будет совершенно новая организация пространства. Это единый терминал, где пассажиры будут обслуживаться в соответствии с современными международными стандартами. Самое главное, что этот аэропорт будет расположен ближе к действующей основной взлетно-посадочной полосе. А значит, время пути после приземления или перед вылетом для воздушных лайнеров будет сокращено с 15-20 минут, как сегодня, до буквально 5 минут. И это серьезным образом отразится на экономики. Озневбетінде Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов еменлік иле білдірді ки, халқара ава лиманының яны терминалы бүтін Қырымның буюмек ноқтасы olajak. Аэропорт будет точкой роста, я лично не сомневаюсь, и инфраструктурные объекты уже сейчас планируется дирекция аэропорта. Площадь перед аэропортом, конечно, будет отдана под различные виды бизнеса, но сейчас главная задача органов власти – это сосредоточиться на подтяжке сетей, то есть это те задачи, которые были за правительством Крыма. Есть и отставание, и по субъективным причинам, но это связано с некачественным выполнением определенных работ. В связи с этим были произведены и кадровые решения на прошлой неделе, но тем не менее, то есть мы совместно с подрядчиками синхронизировали полностью план мероприятий. Надеемся все-таки, что мы не подведем никого, и аэропорт будет доведен
по графику в марте месяце 2018 года в эксплуатацию. Аэропорт – знаковый объект. Я думаю, здесь и внутри аэропорта будет работать масса крымчан, и здесь сфера услуг будет развернута достаточно широко. Симферополь адлы яны халқара ава лиманының құрылжылығы техник жеттен ең қиын деп сайылғанына бақмадан ишлер график бойынша алып барыла. Шымды бинаның ок тарафы ведамы құрыла. Мөндис системаларының монтаж ишлері алып барыла. Сонра есе невбетте чоқтан чоқ ичкі ишлер. Бұндан сон объект эксплуатацияға тапшырылығы бойынша азырлықлар бақылажақ. Яны аэровокзалда лейха бойынша әрше yolcular үшін онайтылы япыла. Келгендер ве кеткендер үшін бутонли логистика ұғынлаштырылды. Мен лейха земаневи халқара талапларға уйгон оларақ ишлеп чықарылды. Султания Истакаева, Сана Бибулаев, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Русия қорантасы үшін мескен адлы программа черчевесінде Кезлев шайырында 81 квартиралы мескен эв эксплуатацияға тапшырылды. Квартира сейблеріне бақтылы яшайш үшін эпсі шарайтлер бар. Яңы евге көчкен инсанларнен бізі мұхбирмаз субетлешті. Кечкен сене кезле шайырының Победа жәддесінде ерлешкен 126 квартиралы мескен эв эксплуатацияға тапшырылды. Русия қорантасы үшін мескен адлы программа Қырым Жұмхуриет құрылжылық ве мемаржылық назерлігі тарафындан тақдим етілді. Ве Қырым Жұмхуриет мескен құрылжылық ве ипотека кредит фонды еле бірабер бүгінгі күнгеже амелге кечіріле. Бұл ел екінші эв эксплуатацияға тапшырылды. Программада ичтимаи эмекдарлар, ожалар, тибби хадимлер ве беледие хизметчилері иштирак еттілер. Здесь еще раз хочу отметить, что это второй дом из 5 9-этажных домов, 456 квартир в целом здесь будет реализовано по программе «Жилье для российской семьи». Нам еще осталось ввести в эксплуатацию 2 дома в этом году, мы идем в соответствии с графиками. 54 и 99 квартирные дома будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Один 96-квартирный дом мы будем сдавать в 3-м квартале следующего года. Евпатория, что называется, раскачалась. Бу евде 1 квадрат метрнын фияты 35 000 рублені тешкіл етті. Амма Жұмхуриетте çalışқан субсидияларыны, дотацияларыны ве ипотека программаларыны назарға алсақ, фият 25 000 рублеге қадар ексілді. Курорт шайыры үшін бу фият мақбул. 38 Қорантаға девлет тарафындан ярдым көстерілді. Бу есе эв фиятының 30%-ны тешкіл етті. 42 әйелі ипотека программаларының файдаланды. Квартиралар шымдылық бош. Себеплерге бу hafta devamında anahtarlar taqdim edilecek. Endi odalarını yaşayış için kelişikli etmek gerek olacak. Конечно, были дома у нас уже все, как бы осталось только отделочные работы, мебель. Ну и в принципе, дай бог, в этом году мы уже Новый год будем отмечать здесь, всей семьей, в своей квартире. Для детей здесь очень сделали очень красивые детские площадки. Один даже к нам просто не подходит. Один возле нас, а другой только на площадке, с площадки не слазит. Яны evнын янында да екі ичтимаи объект құрылжылығы файл суретте девам етмекте. Біріншісі бұл 800 ерлік мектеп. О кележек сененің сонында эксплуатацияға тапшырылacak. Екіншісі ise бұл сененің сонында азыр олacak 260 ерлік бала бақшасыдыр. Керчектен де бұл мескен комплексте бүтін шарайтлер, бала мейданчықлары ве парковкалар olacak. Емде районда чешме ерлештірмеге планлаштыралар. О бұл ерні яраштырып, язнын sıcak күнлері салқынлық яратacak. Очень рада, что сегодня мы присутствуем и даем интервью вашему телеканалу. У нас сегодня очень знаменательное событие, эмоции нас переполняют. Мы сегодня получаем ключи от нашего личного, собственного, скажем так, жилья. Мы очень долго шли к этому. Кечиканита энді ось бош вақытыны бала мейданчығында кечере. Вязбарда яны достларнен танышачағыны беклей. Мне все нравится, кроме того, что низкие потолки чуть-чуть. Я хочу, чтобы у меня здесь было очень много друзей. И я со всеми дружила. Қайдетмек керек ки Қырымда мескен меселесіні чезмек үшін да бір программа çalışып башлады. О эконом-класс мескен құрылжылығы деп адлана. Лейха енді Қырымның пайтақтында әмелге кечіріле. Невбетте алушта векеріч шайырлері. Султания Истакаева, Энвера Блезис, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бүгін оз 55-ші доған күнні Қырым мұсылманларының муфтисі Эмирсали Аблаев қайдете Қырым мұсылманларының лидері Қадими мұсылман иншаатларының қайтарылмасына ве яңы иншаатларының құрылмасына бұйық дыққат айра. Эмирсали Аблаев муфти вазифесіні бежерген вақтындан берлі Қырымда олған бұтын дини объектлеріні екене идаре алтында топламақ оғырында тұрыша. Оның муфтилігі девамында Қырым мұсылманлар дини идаресінде 80-ден зәде культ объект қайтарылды, 60-тан зәде яңы жәме құрылды.
Оның ярдымы ile Қырым мұсылманларының Жума жемесі құрылы башлады. Оның açılmasını бұтын Қырым сәкенлері 20 елдан зәде беклемектелер. Милли телеканалының тақымы хайрлавларға қошылып, муфтимізге қави сағлық ве аманлық тілей. Қырымда ажыларының ашылама етілуі башланақ. Мечетінің екінші хастаханесінде бедава ашылама яптырмақ мүмкін. Қайдетмек керек ки бұл ел екі тур программа ве сәделештірілген азырлану процедурасы ішлеп чықарылды. 250-ден зеде Қырым мұсылманларына мұқаддес ерлеріні зәрет етмек имканы берілежек. Эпсі тәфсилатларына бізі мұхбирміз Лейля Виджат біле. Саудия Арабистанға ажылыққа бармаға истеген инсанларының ашыламалары үшін Қырым Жұмхуриеті кереклі қадар вакцина елде етті. Июльнің сонына қадар ажылыққа бармаға истеген бұ мечбури ашыламаны яптырмақ кереклер. Бұны Ақмеждетінің екінші шер хастаханесінде бежірмек мүмкін. Яныңызда паспорт олмалы. Кешкен сенелерге баққанда, бұл сене бізлер бұтын месулиетіні өз башымызға алды. Қырым муфтияты ве айрыжы ажылық бөлгесі өз башымызға алдық бұтын месулиетлеріні. Тек бір режамыз бар, вақтынде. Бұтын кереклі малюматларыны вақтынде өгрені, вақтынде япмақлар керек. Бұл ішні мұтлақ бежірмек керек, чүнки Саудия Арабистан менингит хастағы бойынша эндемик зона сайла. Ашылама етілген сон халқара шеадетнаме беріле. О 3 ел девамында ишлетіле біле. Перед тем, как человек вакцинируется, он должен быть осмотрен врачом. То есть расспрос проводится на предмет аллергических заболеваний, хронических заболеваний. Вакцинация проводится вакциной Минактра, это полисахаридная менингококковая вакцина, которая вводится внутримышечно. Иммунитет вырабатывается в течение 2-3 недель и сохраняется в течение 3 лет. Кечкен сене мұқадес ерлеріні 322 қырымлы мұсылманлар зиярет етті. Бұл сене квота 500 геже арттырылмасы планлаштырыла. Хатырлатамыз, ажылық турыны ресмелештірілмек үшін четел паспорты олмақ зарур. Бұл сене ажылық тешкіл етілувейле Қырымның тур операторы оғраша. Шкрик Авляметов бірінжелер сарасында бүгін ашылама яптырмаға келді. О керич сакена. Айтаки Меккеве Мединеге кетмекні сабырсызлық лебеклей. Шкрияға бірінжеке ажылыққа бармаға азырлана. Вот привез паспорт, сейчас сдал документы и направили на прививку. И все, документы. Вроде дальше сами все будут делать. Весикалар июльнің 28-іне қадар қабул олуна. Бұл сене мұсылманлар ажылыққа августның 24-інде yol алып, сентябрның 13-інде қайтмаға планлаштыралыр. Лиля Виджат, Эрвин Намиралиев, Миллет үшін. Ахмедит шәрінің меркези базар мейданның тамир ішлері әнді яқын вақытта екінленежек. Шымды реконструкцияның бірінші невбеті соңына яқынлаша. Мейдан күн-күнден деңіше. Меркези базарға айт ер шымды насыл көрініште. Вегерлі сәкенлер бұнан насыл бақалар ажебам. Мұхбирміз София Шукорова бұл мевзуна айдынлатмаға азыр. Шымды бұл ерде тижари павильонлар жоқ. Базарның территориясы Сиаратланув мейданына чеверілді. Да екі айвелсі мейданын көрініші бүттенлей башқа еді. Тижари сыралар, қалабалық ве чөплік обалары. Шәр акиметі бұл ернік тәртіпке кетірмеге қарар чықарды. Екі ай кечкен сон вазиет толы сонын деніші. Пәйделер көрмесі үшін ташчықлар, яны тротуар плиткасы ерлештірілді. Электрағлар кечірілуі ве суваров системасы бойынша ишлер екінленді. Ратланув үшін скемлелер ерлештірілді. Işçiler bu meydanda sedir, akça ağaç, ardıç fidançıklarını ve diğer ösümlüklerini oturttular. Onlar indi meydanda kezingen insanlarını kuvandıracak. Приятнее смотреть на город стало. Посажены деревья, сделано это. Здесь будет расширена проезжая часть дороги. Это только маленькая такая капелька, но эта капелька делает наш город благоустраивать. Мы приехали с внуком из Москвы. Здесь уже 2-й раз в Крыму. Нам очень нравится. Конечно, вот площадь ваша замечательная. Площадь была такая базарная, мы здесь тоже все покупали, а сейчас просто зона отдыха отличная. Мне кажется, понравится и крымчанам, и отдыхающим. Маша, тебе нравится? Красиво здесь стало, да? Да. Очень нравится, великолепно просто. Прекрасная площадь, просто прекрасно идти, приятно.
Очень даже радует. Нормально, только остановки нет, плохо. Шehir sakinleri Ахмеджитнің меркези базары районында ичтимаи нақлиет дурағы олмаған раатсызлай. Ахмеджит шehir мемуриетінің башы Геннадий Бахарев хабер еткеніне көре, дурақ бұ ерден вақытынша алынды. Бұ тамирішлер кечерлеуінен бағлыдыр. Да, это временно. Значит, там будут стоять две красивые умные остановки. А сейчас мы их не ставим, потому что идут, значит, строительные работы. И решается вопрос все-таки закрыть асфальтом вот зону расширения, пока временно, да, чтобы там был такой нормальный вид, потому что все это портит. Все это будет делаться быстро. Главное, что мы уже прошли тот рубеж, 95% готовности. Бүгінгі күнде бұл территорияда монтаж ишлер алып барыла. Мейданын açılığı bu haftanın sonunda planlaştırыла. Bunun beraber episi yekünlenmеген ишлер devam ettirilecek. София Шукурова, Аким Бекиров, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Июльнің 15-16-сында Қырмызы Қобалар янында бірінші Умум Қарампир Фест эко-фестивалі олып кечежек. Бұақта мерасим тешкелетчілері Ахмеджитте кечкен матбуат конференция кет шатында хабер еттілер. Фестиваль Қырым Жұмхуретнің башы вен Назирлер Шурасының қол тұтывы иле кечірілежек. О экология сенесіне бағышлана. Тедбір чешіт мастер-класслардан ибарет олажақ ойын ве музыка рефақатына исе диджейлер, кавер тақымлар ве чешіт конкурсларының ғалиплері эдайты жеклер. Истеклілер үшін фотозоналарда тікленлежек. Бұ ерде мұсафірлер әмде дүнияның чешіт емеклеріні аша бақажақлар. Тешкелетчілер еминлер бұ сененің ең лезетлі тедбірі ананеви олып қалыр. Екене девлет имтианы бойынша 100% нәтижелер кезлевде яшаған Алия Меметова химия имтианны мовафықиет иле тапшырды. Ве ең yüksek ба әлде етті 100-ден 100 балл. Тәфсилатлы жабы зімлев қамызда. Алия Меметова кезлев мюзулары арасында екене девлет имтианыны тұтқанда Аля нәтиже көстерген бірден бір талебедір. Қырымның чешіт көшілерінде Алия кібі 5 мезун тапылды. Кефеде 100% нәтиже информатика фенінден, Сахви Краснопирков шерінде рус тілінден ве бір Аля да эдебият бойынша. Алия атқанына көре бойле нәтижеге ирішмек үшін күн учер саат химия или охрашты. Этот экзамен заставил меня очень много нервничать. Весь год я думала об этом, что будет, если я не сдам, как же ужасно было, когда ты сдал и ждешь результатов, потому что ты уже ничего изменить не можешь, ты просто вынужден ждать. Но эти 3 дня, они полны счастья. Я очень рада такому отличному результату. Алиянын ана бабасы өз қызнен ғурурланалар. Айталар ки қызлары имтианны Аля тапшырачағына ичде шүбеленмейділер. Хорантада уч тата хардаш эпос Аляджы. Алия балалықтан өз таталарындан өрнек алайды. Кележекте мезун экім олмаға планлаштыра. Оның үшін химия феніне айры дихат айра. Я очень рада. Я всегда хотела, чтобы мои дочки были такими. Таких особых каких-то этих. Я никогда не заставляла их учиться. Но я же говорю, старшая дочка наша была примером для всех. И для второй дочки, для Ленеры, и для Алие. Она им показывала, как надо работать. Алия энді кележек зинатыны сечті. О эндокринолог экім олмаға арзу еті. Бұда тесудуфен дегіл. Оларының шайрынды бөле мұтықасыслар пек кереклі. Мухаммед Зикиряев, Евпатория ТВ, Миллет үшін. Бүгін бұтын дүнияда шоколад күні қайдетлі мерасим 20 елдан зеде белі. Бұл күні чешіт мемлекетлерде фестиваллер өткерлі. Ахмеджитте шоколад япылы вақта невбетігілев қамыздай сейр етініз. Шоколадның тарихы өз тамырларында 3000 ел евелісі Латин Америкадан ала. Женгеллер арасында майя халқы худир бір терекні тапты. О бірден әм гулей, әмді берекет бере еді. Тропик көбелеклері есе оны яраштыра еділер. Бұл өсімлік әркесні мерахландыра еді. Оны сақлап огрене еділер. Вақыт кечкен сон бұл өсімлікні хуланмаға башладылар. Какао данелерні топлап, ичімлікні пішірмеге башладылар. Бұл ичімлікні чоколад ілкебі адладылар. Бұл малымат ақында Ахмеджиттеки шоколад музейінің экспозиция тариф еті. Мұнда өз көзінен Қырым пейзаж вересімлеріні, шоколад черчевесінде портретлеріні, Ельяпмар Ханфет вечешіт ресамчыларын япылған шейлеріні көрмек мүмкін. Олардың эпісі белі олған Бельчика шоколадынан япылған. Шоколад бұтын Авропа бойынша дархатылған сон, обырден өз мұхлеслерін тапты.
айры алда insanlar atта өз өмірлерін шоколадсыз тасаввур етіп оламайдылар. Мисалы оларақ Моцарт sıcak шоколадыны içip, o өз esерlerini yazа еді. Böyle vahiyалардан biri şokolad rapsodiyanın yaratılmasıdır. Bugünkü күнде çay içuvu mutlaka şokoladsız geçmey. Klasik harap, nazik sütlü, beyaz, çeşit hoşma mahsulatlar ile şimdilik şokolad çeşitligi o kadar zengindir. Her bir tatlı sevgen insan öz çeşitini tapabilir. Почему? Ну, потому что шоколад поднимает настроение, и мы, как маленькие дети, все его очень любим кушать. Я люблю шоколад, потому что он сладкий, вкусный и аппетитный. Я очень часто его покупаю. Шоколад очень люблю, особенно молочный, хотя он не такой полезный, как темный, с орехами, с изюмом. Вот, ну, прекрасный продукт, как я считаю. Люблю больше шоколад молочный, потому что он более вкусный. Ал азырда шоколадье тазе какао хохусынен толған чешит махсулатларын ярата. Олардың рецептінен bizile Ахмеджеттеки кондитерлері пайлаштыға. Есть 3 вида конфет. Имбирная конфета, потом вот чернослив, и есть еще с орехами, залитая карамелью. Это у нас все конфеты ручной работы. Наши конфеты готовы, и теперь мы на 5 минут их ставим в холодильник. Кондитер Виктория Акмулаева шоколадны холланып, ижат этмеге севе. Устанын холунда шоколад чешит пішірілген аш үшін Ильван Киби ола. Мы сами делаем вот эти треугольнички, сами делаем, они тоже из шоколада. Также у нас заливается из шоколада вот формы орешки и такие полусферы. Все мы заливаем шоколадом и украшаем. Белі олғаны кебі шоколад кев көтережі бір вастадыр. Оның файдалы хусусиетлері есе мұзбет тарафындан инсанның сағығына тесір ете. Человек скушает шоколад и сразу улыбается. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Мухаммед Несторов, Миллет Ичун. Шымдылық бұл эпсі малюмат саат 21:30-да есе Нариман Тарсинова кележек хаберлер информацион программасында яңы yüz берген вақиялармен таныш етежек. Бұзылы олыңыз көршмек үзірем, сағықпен қалыңыз.